Сәлем менің көрермендерім, амансыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар және колокольчикті басып қойыңыздар. Бірінші болып шығатын боламын. Мен сіздермен үнемі өзім жасап көрген, өзімнің көзіммен көрген, яғни маған көмектескен, балаларыма көмектескен, және де туысқандарыма көмектескен жағдайда мен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Яғни бүгін мен сіздерге жаңағы аскарид, яғни қазір адам баласында не көп, ішінде құрт көп, иә? Біздер жемшелектер жумаймыз, балалар ауырып жатады, құртпен өте қатты қиналып жатады, бірақ сол қиналғанның өзі менің қызым болатын. Қызыма дәрі де бердім, мынаны да бердім, ананы да бердім, енді амал жоқ, сосын ізденуге тап болдым. Ізденейінші мен, дәріні неге бере беремін деп. Сөйтіп, дәрі де көмектеспеді. Сөйтіп жүріп, мен тминный масло әртүрлі болады, аптекада сатады. Әртүрлі болады оның бутылочкасы. Және мед. Қалай ішеміз оны? Қалай көмектеседі? Иммунитеттеріңізді нығайтады. Және қалай аскариді, глисты, іштегі жұмыртқаларының барлығын өлтіріп тастайды ғой, өлтіріп 10 күннің ішінде, представляете? 10 күннің ішінде, 10 күннің ішінде. Сіздер де жасап көріңіздер. Маған сонда жазыңыздар комментарияға, қалай көмектескен, яғни қалай көмектесетін, қалай жасайтын мен сізге қазір көрсете. Видеоның соңына дейін қараңыздар, үзбеңіздер. Менде мед, бір қасық медпен, бір қасық тминный маслоны, тминный майды, аптекте сатады айттым ғой, екеуін араластырып, бір ыдысқа араластырып алыңыз, бір қасықтан араластырып, кішкентай қасықпен, таңертең аш қарында 25 минут бұрын тамаққа, 30 минут бұрын, 25 минут бұрын ішіңіз. Және оны жай сумен емес, газированный, газдалған сумен ішесіздер. Газдалған сумен таңертең аш қарында ішіп жіберіңіздер. Балаларға беріңіздер, және өздеріңіз ішіңіздер. Яғни бір үйден бір адамнан шықса, ол түгел үйде емделу керек болады. Сол себептен нәтижесі өте керемет. 10 күнде емделіп шығасыздар, 10 күнде нәтижесін көресіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Келесі ақпаратпен, келесі сіздермен бөлісетіндерім өте көп. Колокольчикті басып қойыңыздар. Сонда мен келесі видеом бірінші болып шығатын болады сіздерге. Рахмет тыңдағандарыңызға, көргендеріңізге. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.